Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің каналымда осындай жұқа, дәмді, өте нәзік әрі оңай дайындалатын пиццаның рецептісімен сіздермен бөлісемін. Бұл видеоны соңына дейін қараңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Пиццаға қажет ингредиенттер: ұн, жылы сүт, жылы су, жылы сары май, ашытқы, тұз, қант және күнбағыс майы қажет. Ең алдымен ыдысымызға суды, сүтті, ашытқы, қант, тұз, май барлығын бірге араластырамыз жақсылап. Ең соңында оған ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз кішкене қолға жабысуы мүмкін, сондықтан да күнбағыс майын қосып, жақсылап тұрып илеп, жұмсақ қамыр илейміз. Оны 1 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі нәзік қамыр шықты. Осы қамырды екіге бөліп, 2 пицца дайындауға болады. Мен бір бөлігін бөліп, оны пісіретін ыдысымызға, противенға қолмен тегістеп, жұқалап шайып шықтым. Енді осыған дайын соусымызды немесе кетчупымызды қасықпен салып, жақсылап жағып шығамыз. Міне кетчупымыз жағып болдық. Енді бетіне салмасын саламыз. Менде салмасына колбаса мен сыр ғана, бірақ әркім өз қалауларынша сала беруге болады. Өстіп бетіне сырды тегістеп бәрін салып, қызып тұрған пешке 180 градусқа 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Одан көп ұстамаңыздар, өйткені қамыры қатып кеуіп кетуі мүмкін. Міне біздің пиццамыз дайын болды. Өте жұмсақ, иісі мұрын жаратын, әрі өте дәмді және оңай дайындалатын пиццаның рецептісі. Менімен бірге жасағандарға ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және лайк басып, комментарий жазуға ұмытпаңыздар. Ары қарай да қызықты, дәмді видеолар көп болады. Сау болыңыздар.